Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен қатпарлы самсаның рецептімен бөлісетін боламын. Бізге тессасын дайындау үшін 750 грамм ұн және 350 грамм маргарин керек. Мендегі маргарин шедре лето. Осылай терканың көмегімен майымызды өткізіп аламыз. Сіздерге бір айта кететін жайт, видеоны соңына дейін көріңіздер. Менің еңбегімді бағалап кетсеңіздер деймін. Менде қазір 1000 подписчиктен 10 000 подписчикке жету алдыма мақсат етіп қойдым. Сондықтан да жай ғана көріп кетпей, маған тіркеліп, комментарий жазып, менің дамуыма үлкен үлес қосыңыз. Маргаринді теркадан өткізіп болған соң, онымен бірге жақсылап араластырып, крошка дайындаймыз. Енді таза ыдысқа 140 грамм сметанамызды саламыз. Мендегі сметана барлық дүкеннен табылатын шелектегі сметана, 20-25%. Сметананың үстіне 2 желток және 2 жұмыртқа саламыз. Жақсылап араластырып, дайын болған сұйық массамызды жаңағы ұн мен маргариннің үстіне саламыз. Қамырымызды илеп бастаған кезде үстіне 60 грамм су құямыз. Жақсылап ешқандай комок қалмайтындай етіп илеп шығамыз. Иленген қамырымызды салафан пакетикке салып, жарты сағат холодильникке қоямыз. Жарты сағат холодильникте тұрған тестамызды екіге бөліп, 2 зуала дайындаймыз. Қамырымызды жайып шығамыз.
Жайылған қамырларыңыз қатты жұқа болып кетпесін. Енді үстіне 100 грамм май ерітеміз. Соның 50 граммын бірінші суалаға жағып шығамыз. Бір суалаға 50 грамм ерітілген маргарин жеткілікті. Самсамыз қатпарлы болу үшін үстіне осылай ұн сеуіп шығамыз. Қамырымыздың бір шетінен бастап, ішіне ешқандай да ауа қалдырмай орап шығамыз. Біздің бірінші зуаламыз дайын, екінші зуаламызды да дәл осылай етіп жайып, арасына май жағып, ұн сеуіп, осылай орап, холодильникке емес, морозильникке жарты сағат қоямыз. Дәл осы тестаны 3 ай бойы морозильникке салып сақтауға болады. Бір суала тестамыздан 33 штук самса шығады. 30 бөлікке бөліп, екі бетінде ұнға ұнатып, арасына өз қалауларыңызша түрлі начинкаларды салып, видеодағыдай түйіп, 200 градуста қызып тұрған печкада пісіріп аламыз. Үйде жасап көріңіздер, тестасы өте жұмсақ әрі қатпарлы болып шығады. Мен өзім тапсырысқа жасап жүрген самсаның рецепті. Видеоны соңына дейін көріңіздер, барлығы түсінікті етіп көрсетілген. Самсаның ішіне фаршын салып болғаннан кейін осылай жақсылап қысып аламыз, одан кейін барып өреміз. Пісу барысында ашылып кетпес үшін қатты қысамыз. Дайын болған самсаларымыздың екі бетінде жақсылап жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Самсаның бетіне қалауларыңызша күнжіт мак сеуіп шықсаңыздар, әдемі болып көрінеді. Алдын ала қызып тұрған 200 градустағы печкамызға салып пісіріп аламыз. Баршаңызға ас болсын, сіздермен бірге Тоғжанның асханасы. Менің арнамда күн сайын